содан кейін барып ережелерін, жалпы таңертең не істеу керек, қалай істеу керек, сол туралы айтып өтетін боламын. Негізі «Магия утра» кітабының авторының есімі Хейл Элрод деген кісі. Ол ақш-та Калифорнияда туып өскен, қазірде сол жерде тұрады, естуімше. Ол кісі енді қарапайым адам болып өмір сүрген, бірақ жас кезінде 20 жасында ма бір кештен қайтып бара жатып жол апатына түседі. Содан бірақ ол жол апатында кінәлі КамАЗ болады. КамАЗдың ішінде отырған адам мас болған екен. Содан бұл кісі қатты машинаның астына кіріп кетіп, в общем, өлімнің аузында қалады. Дәрігерлер сақтап қалғанымен өмірін, ол кісі жүре алмайтындай, өте бір сондай жаман состоянияға түседі. 20 жас деген жаңадан құлпырып келе жатқан кезең ғой енді. Сондықтан жас болғаннан кейін бұл кісі өте қатты депрессияға түседі. Оның үстіне енді ол кісінің отбасы болған екен уже сол кезде. Тұрмыс үйленіп, қызы ма сондай болған. Содан бұның енді табысы, жұмысы барлығы тоқтап қалады. Ол да бір үлкен өмірдегі үлкен бір сынақтардың кезі де өзі түсіндіреді. Сол кезде ол өмірдің шын мәнінде өте маңызды екен, шын мәнінде мына өмірдегі өте майда шүйде заттардың қаншалықты маңызды екен, денсаулықтың қаншалықты маңызды екен қатты түсінеді. Бірақ бірден өзіне келмейді. Сәлеметсіздер ме, кіріп жатқан қыздар. Содан бір күні досын кезіктіреді. Дос айтады, сен тым езіліп кетіпсің, прям совсем өзіңді лақтырып, сенімсіздік танытыпсың. Сен ең болмаса таңертең тұруды әдетке айналдыршы. Жай ғана таңертең тұр, жаттығу жаса деп сондай кеңес берген екен. Содан бұл кісі жаңағыдай амал жоқ, енді мен бәрібір өмірімде барлығы осындай қиын жағдай болып жатқаннан кейін не істеймін, енді тұрып көрейін деп. Сәлеметсіздер ме қыздар, қосылып жатқан. Таңертең көрейін деп жаңағыдай 6-да тұрып көреді таңғы. Өте қиналады. Негізінде ол үшін 6-да тұру деген, тем более ауырып жүрген кісілер, қанша төсек тартып қалған кісілер, оларға өте қиын болады. Содан кейін ол кісі жаңағыдай қиналса да өзін қинап әйтеуір тұрып, жаймен әйтеуір кітап оқып, кішкене ұйқысын аша бастайды. Содан мен сол жерін кішкене түсінбедім, аудио кітап тыңдады ма, сол жерде өте бір мықты фраза естіп қалады бір жерден, бір кітаптан. Сол кезде нақты бір нәрсені түсінеді, яғни адам өміріне жақсы ой, жақсы нәрсе, мақсат деген нәрселерді шақырмаса, ойша, онда оның өміріне ешқашан ондай мықты жетістіктер, жақсылықтар келмейді екен. Яғни ол соңғы жылда өте қатты депрессияға түскендіктен оның ойы тек қана жамандыққа толы болғанда, яғни тек жаман нәрсені, денсаулықтың нашарлағанын, ақшаның жоқтығын, кредиттің толғанын, кредитті қалай жабамын, қалай асыраймын, қалай тұрамын, жұмысыма қалай қайтадан қайтамын деген сияқты нәрселер тек жаман ойлар ойлағанда. Содан бір кезде жаңағы бір орында тұрып қалады да ойланады ол кісі, мен шын мәнінде бұл өмірде не істеп жүрмін, не үшін жүрмін деген нәрселерді өзіне сұрақ қойып, дәл сол күннен бастап өміріне көп өзгерістер алып келеді. Содан ол кісі іздене бастайды, көп кітап оқиды. Ол түсінген басты нәрсе оның өмірінде нақты мақсат болмаған. Мақсатты қоя білгеннің өзінде ода мақсатқа жетудің жолы болмаған. Яғни ол ешқандай әрекет жасамаған. Сондықтан ода кредиттер көбейген, депрессия, сондай бір қиын жағдайға ұшыраған екен. Сол үшін ол бірден жаңағы мақсаттарын жазып, мақсаттарына жетудің жолдарын жазып, өзін қатты ізденіс жолына түседі. Енді ол жерде нақты қанша ара өткенін, қалай істегенін білмейді, бірақ та осы таңертең тұруды әдетке айналдырады. Басында 6-да тұрады, одан кейін 5-те тұрады. Және ол кісінің түсінгені, ол өзіне таңертең 4 қағида ойлап табады. Яғни ол біріншісі
Медитация дегеніміз мысалға таңертең тұрған кезде, негізі таңертең тұрған кезде су ішесіз, міндетті түрде су ішу керек таңертең. Ол су, бұл енді қосымша ақпарат, өзімнің медициналық ақпаратым, кітапта жоқ ақпарат, жылы болу керек екен таңертең ішкенде. Жылайтынына қайнатып алған соң терезенің алдына қойып, жылылау, бір приятный жылы болады ғой, ыстық емес, сондай суды прямо капелькадан ішіп отырып, таңертең прям медитация жасау керек. Медитацияға ол не кіреді? Үндемей музыка тыңдау, немесе қағазға алғыс айту. Осы өмірде не үшін алғыс айтасыз? Қазіргі мүмкін жетістіктеріңіз, немесе балаларыңыз, осы өмірде бар заттарыңыз, наныңыз, тұзыңыз, суыңыз, яғни бізге өмір сүруге қажетті заттар көп емес. Біз просто қосымша заттарды одан да жақсы өмір сүру үшін қалаймыз негізінде. Ал жалпы майда шүйде жетін суымыз, нанымыз, тамаққа қосатын тұзымыз бен қантымыз, основной осы бір нәрселеріміз жататын жаңағы көрпе төсегіміз, үйіміз болса, в принципе, өмір сүруге күнделікті мүмкіндік болады. Яғни сондай бір нәрселерді еске түсіріп, алғыс айтып, блокнот арнаған жақсы ол үшін. Бірінші ол медитация туралы айтады. Екіншісі ол аффирмациялар, яғни аффирмация шын мәнінде ол адам өмірін өте күшті өзгертеді деп айтады. Неге мысалға біз толық әйелдер мысалға, ой, мен толықпын, арықтай алмай жүрмін деп айтады. Оның мышлениясы дұрыс емес. Оның майлары, оның қорқыныш үрейін солай жабады да, получается, психологиялық тұрғыда. Сондықтан да мен толықпын, арықтай алмаймын емес, мен арықтап келе жатырмын. Менің дене бітімім күннен күнге тамаша болып келе жатыр. Денсаулығым прямо күшті, тонусе. Сосын мынандай адамдар болады, үнемі алдынан тек қана негатив адамдар кездеседі, немесе үнемі оған баға беретін адамдар кездеседі. Ондай адамдардың мышлениясындай болады. Мысалға, мен соны заслуживаю, яғни мен критикаға сай адаммын, яғни мен адамдар критиковать ету керек, маған адамдар үнемі баға беру керек деген ойша өмірмен өмір сүреді. Немесе кредиті бар адамдар, олар менің кредитім көп, кредитімді таба алмай жүрмін деген өмірмен өмір сүреді. Ондай адамдарда кредит көбейе береді. Сондықтан күннен күнге кредитім жабылып келе жатыр, кредитім жоқ, ақшам көп, табысым көп. Яғни адам қарызы туралы емес, ол ең әуелі өзінің табысының көбейіп жатқанын ойлау керек. Менің табысым күннен күнге көбейіп жатыр деген сияқты. Сосын холодильникке, мысалы, міне артымда тұр, қағаз іліп қойса болады. Мысалы, күннен күнге ақшайым көбейіп жатыр. Күннен күнге менің қарым-қатынасым күшті, мысалы, енемен, бала-шағаммен, күйеуіммен, ата-анаммен, достарыммен деген сияқты. Кіммен қарым-қатынасыңыз нашар, соның жазыңыз. Менің қарым-қатынасым сол күшті, мен жақсы деп ше. Яғни аффирмация дегеніміз бұл шын мәнінде адамның мышлениясын қатты өзгертетін нәрсе. Сондықтан бұл кітапта автор айтады, бірінші ол медитация, әрине, таңертең 5-те тұру, одан кейін медитация, одан кейін аффирмация, одан кейін барып визуализация. Визуализация дегеніміз ол сіз медитация кезіңізде де жасасаңыз болады, яғни сіз үй алғыңыз келіп жүрсе, менің дәл қазір үлкен үйім бар, немесе прям соны елестетесіз, қандай үйде жүрсіз, қандай сіздің жиһазыңыз бар, қанша бөлмелі, мысалға, ішінде не заттар бар, қандай люстра алдыңыз, қандай посуда алдыңыз, прям сонымен шай ішіп отырғаныңыздың бәрін елестету керек. Визуализация деген нәрсені білмесеңіз зерттеп көріңіз, прям дәл қазір қағазға жазып алыңыз. Негізі ереже, сабақ барысында қағаз, қалам алып отырыңыздар. Одан кейін төсекте пижамамен отырмаңыздар, желательно, өйткені ақпарат ол кезде басқа қонбайды. Киінбесеңіздер, халатыңызды жауып, әдемі бос бөлме, көбінесе ас үй деген түнде ешкім болмайды ғой. Ас үйге кіріп, жаңағыдай суыңызды ішіп, бодыр болып терезеңізді ашып, салқын болса да прям ұйқыңызды ашып сөйтіп отырыңыз, Одан кейін үшіншісі ол жазумен оқу деп түсіндіреді. Яғни сіз соның бәрін психологиялық тұрғыда жасап болғаннан кейін сіз жазуда әдетке айналдыру керексіз. Яғни алғыс айту, одан кейін мақсат жазу, мақсатыма бүгін қалай жеттім, не істедім мақсатыма жету үшін мен,
және мақсатыма қанша уақытта жетуім керек. Мен енді Қуаныш Шонбай ағамыздың үлкен семинарында болған кезде, кітапке қатысты емес қыздар, ол кісі айтады, жоспарды, мақсатты бір жылға қоймай қойыңыздар, желательно максимум 3 айға. Неге? Өйткені сіз 3 айға қойған сайын сіз оған тезірек жетуге үміттенесіз. Ал бір жыл бойы мақсатыма жету, табыс табу, жұмысқа кіру, үй алу деген мақсат болса, ол сіз соза бересіз. Одан кейін желательно осы күнмен, осы күннің тамаша уақытымен өмір сүрген. Слишком өткенді ойлай бермей және болашақты ойлай бермей, дәл қазір осы моментте кітап оқып жатсаңыз, кітапқа мән беру, немесе кір жайып жатсаңыз, кірімнің әдемі жайылуына көңіл бөлу, яғни әрбір сәттің, әрбір күннің қайталанбайтынын ескеру керек та. Сол кезде сіз шынымен өмірден ләззат алып өмір сүресіз. Ал сіз тек қана болашақта мен нан істеу керекпін деп ойлап жүрсеңіз, онда сіз әрбір уақытыңыздан ләззат ала алмайсыз. Ал ләззат ала алмаған адам, ол әрине агрессияда болуы мүмкін, баласына көп көңіл ала алмауы мүмкін, тек қана кешегі өткен өмірмен өмір сүре береді. Сондықтан мақсат қою, жоспар қоюды көп ұзаққа созбаймыз. Одан кейін енді жеке өзімнің сіздерге кеңесім, күнделікті бүгін таңғы 5-тен бастап түнгі мысалы 10-ға дейін, 10-да жатсаңыз, мен қандай не істеуім керек, прямо уақытымен жазып қою керек. Сол кезде сіздің уақытыңыз сапалы өтеді. Ал сапалы өткен уақыт, ол шын мәнінде сіздің өмірде дәл бүгін шын мәнінде бірдеңе жасағаныңыздың мықты қорытындысы көрінеді. Ол бүгін көрінбегенмен, ол бір айдан кейін точно көрінеді. Тіпті күйеуіңіз байқай бастайды, сразу что-то күшті өзгеріп бара жатсың деп. Сондай 5 қағиданы айтады. Одан кейін тағы бір қағидасы, ол физическое упражнение, яғни дене бітіміміздің, денсаулығымыздың жақсы болуы, ол біздің миымыздың, ақпаратымыздың жақсы қабылдануына әсер етеді. Сондықтан да таңертең жүгіруді әдетке айналдыру керек. Мен таңертең жүгіруді әдетке айналдырғым келеді, бірақ бір нәрседен ғана, бізде енді таң 5-те тұрған кезде 6-ға дейін кішкене қараңғы болып тұрады. Енді әйел адам болғаннан мен далаға кішкене қорқақтаймын шығуға. Бірақ 7-ге жақын далаға шығып, просто жаңағыдай таза ауамен демалып тұрам, үйдің прям дәл жанында. Өйткені біздің үй аймақтарда негізі не көп жабық та, кішкене көп адамдар түнде қорқақтаймын кішкене шығып жүгіруге. Сондықтан да просто шығып демалып тұрам үйдің алдында. Сондай нәрселерді егер жер үйде тұрсаңыз, тіпті жақсы үйдің айналасын айналып, жүгіріп, тапчанда отырып, демалып, сондай бір күшті мықты энергетика алу керек та. Сол сізге кәдімгі үлкен таңертең 5-те тұрып, сол бір нақты 6 қағидама, санап шығайыншы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, мықты күшті мотивация аласыз да. Сондықтан да осы кітапты шын мәнінде оқуға кеңес беремін. Одан кейін бұл кісі түсіндіреді, өмірде енді өзі сондай ауыр жағдайға түскеннен кейін, жол апатына түскеннен кейін, қатты кредиттерге кіріп қарызданғаннан кейін, бұл өмірде шын мәнінде қиын нәрселердің жоқ екенін, және әрбір адам ол кез келген қиындықты жеңе алатынына көз жеткізген екен. Өйткені ол кейін денсаулығы жақсарып, тіпті жүгіруді әдетке айналдырған екен. Негізі ол кісі қазір өте мықты мотиватор, Калифорнияда, жалпы Америкада көп өте мықты тренингтер жүргізеді. Енді «Магия утра» кітабы негізі бұл өте хит кітаптардың бірі болып есептеледі. Бұл кітап арқылы ол кісі өте жақсы табыс тапқан, өйткені бұл ел аралап кеткен кітаптардың бірі болып кеткен. Сондықтан да енді білмейтін адам аз. Одан кейін бұл кісі тағы да нені түсіндіреді. Бұл кісі бай адамдардың қатары және кедей адамдардың қатары жайлы айтады. Яғни, мысалға, неге 95% адамның 5% ғана, 100 адамның 95% кедей, 5% басынан бай болады екен. Одан кейін, мысалға, 100 студент оқуға түссе, оның 1% ғана бай болады. Біреуі ғана, процент емес, 100-дің біреуі ғана бай болады екен. Неге? Өйткені олардың басты принциптері бар өмірде. Яғни олар кітап оқудан жалықпайды, таңертең тұрудан жалықпайды. Олар елдің жасағысы келмейтін нәрсені жасайды. Яғни елдің барлығы таңғы 5-те тұрмайды ғой. Ал сіз тұрдыңыз бүгін, мысалы, сіз, значит, уже елден басқашасыз.
Одан кейін барып таңертең тұрып медитация, визуализация деген нәрсені адамдар көп біле бермейді. Одан кейін таңертең кітап оқысаңыз, ол шын мәнінде өте ерекше күш қуат береді. Одан кейін есте сақтау қабілетіне де әлде қайда жақсы, өйткені үйде ешкім шуламайды, түртіп жатқан балаңыз жоқ, шай дайындайтын күйеуіңіз жоқ, барлығы ұйқыда болғаннан кейін сіз кәдімгідей мына жүйкеңіз, мышцы дейді ғой, барлығы расслабленный болады. Сондықтан әйел адам үшін өзін дамытуға именно таңертең тұрып уақыттарына өте маңызды. Бүгін мысалы қиналып тұрған шығарсыздар, кім бірінші рет тұрды, иә. Менің сабақтарыма көптен бері қатысып жүрген адамдар үйреніп қалған. Таңғы 5-те тұрамыз, сабақтардың бәрі 5-те өтеді. Бәрі тікелей эфирдің бәрі 5-те өтеді. Сондықтан үйреніп қалған, енді оған ризамын. Қазір күн шығып келе жатыр, прям сондай бір шымшықтардың дауыстарын естіп күшті сезімде отырмын. Сондай бай адамдар неге дейді да, сондықтан олар өзгенің ерінген жасағысы келмейтін затты жасайды. Ерінген адамдар көбінесе кедей болады, орташа тапта өмір сүреді. Неге? Өйткені олар жаңағыдай, қалай айтсам екен, олар андай өзінің комфортный зонадан шыққысы келмейді көбісі. Әйтеуір бүгін тамағымды іштім, жұмысыма бардым, келдім, солай өмір сүреді. Болашақ жайлы онша ойланбайды, ақшаны көбейту, қаржы сауаттылығын оқу деген нәрселерді меңгермейді. Кез келген қаражатыңыздың 10%-ын жинап отыру керек. Сіз декретте отырсаңыз да бәрібір үйде бір қаражаттар болады ғой, продуктыға барасыз, үйтесіз, бүйтесіз, 500 теңге болса да, 200 теңге болса да тығып копилкаға салып жинап жүру керек. Өзіңізге бір зат керек болып қалған кезде ол сізді өте жақсы құтқарады. Ал негізінде ондай нәрселерді депозитке салып көбейтіп отыру керек. Осындай бір сабақтар болып қалған кезде кейде 1000 теңгенің өзін төлей алмай жататын қыздар болады. Мен айтам, жаңағыдай қарызға кіре беріңіздер, жақсы жарайды, хотя бы 1-2 күн болса да оқып алыңыздар, көріңіздер деп сөйтіп айтам ғой. Содан кейін олар уже ұнағаннан кейін сразу мотивация алып сол 1000 теңгені табады, қайдан болса әйтеуір бір жерден тауып қалады, күйеуден сұрақ қалады, тамақтан қалады деген сияқты. Сондықтан да адамда мотивация болмағанша тіпті 1000 теңгенің өзін кейде соны табам ба, не істеймін деп ойланып жүретін адамдар болады. Сондықтан да мышленияны өзгерту керек деп түсіндіреді. Негізі ол нәрсені мен не только магия утрада, жалпы көптеген кітаптардан уже түсіндім. Наполеон Хиллдің «Думай и богатей» деген кітабы бар. Сонда Алла қаласа оқуға ниеттеніп отырмын сіздермен. Олда да өте көп сондай жалпы баюдың құпиясы туралы өте көп айтылады. Келесі айда сабаққа қатыспасаңыздар, осы «Думай и богатей» кітапты жазып алыңыздар. Прям сол кітапты оқыңыздар. Ол кітап жаңағыдай шын мәнінде ақша шақыртудың амалдарын, именно аффирмацияларды өте күшті айтады. Одан кейін тағы не ұмытып кеттім, сол туралы айтайыншы сіздерге. Сұрақтар болса, қыздар қойсаңыздар болады, мен жауап берем. Тікелей эфир сол үшін арналған, онлайн сабақ болғандықтан бұл сұрақ қоюдың жақсы мүмкіндігі. Ұйықтап қалмадыңыздар деген ойдамын. Барсыздар ма, плюс қойып шығыңыздар. Телефонға сөйлеп отырған сияқтымын, шын айтсам қазір саморазвитие мақсат қоямыз, жетпейміз. Одан кейін ол кісі түсіндіріп айтады, негізі мына адамның ең бірінші уақыты, бірінші сағаты қалай өткізді, бүткіл оның күні 12 сағаты, 15 сағаты дәл солай өтеді деп түсіндіреді ол кісі. Сондықтан таңғы бірінші сағатымыз біз үшін өте маңызды. Барсыздар ма? Жақсы. Сондықтан да осы жайлы айтады. Одан кейін ең бастысы адам өзіне уақыт арнау керек деп түсіндіреді. Яғни, егер біз өзімізге хотя бы күніне 15 минут өзіміздің дамуымызға 15 минут арнай алмасақ, жаңбыр дейсіз ба? Ол да жақсы, бірақ ауа тазарып қалады кәдімгідей. Яғни, неге мен көбінесе әйел адам таңертең тұру керек деп түсіндіремін. Енді ер азамат жаңағы үйдің табысын ойлайтын адам болғандықтан таңертең тұрып тұрмысып, тырысып жүру керек қой. Бірақ әйел адамға неге маңызды? Өйткені әйел адам тұрған кезде, күйеуімен, отбасымен бірге тұрған кезде, ол тек қана сол шайымен, үйдің тірлігімен, жаңағыдай кір жуумен айналысып кетеді да, кітап оқуға, немесе өзімен айналысуға, мақсатын табуға, бірдеңені жазуға өте реткі уақыт болады. Бар болғанның өзінде мысли, ойы, ол дәл сол моментте үйінде, отбасында болады.
Ал таңертең тұрған кезде ол кәдімгідей ерекше уақыт, өзіңізге арнаған уақыт, медитация, су ішу, асықпай отырып, осындай сабақ өтуге өте жақсы, ыңғайлы уақыттардың бірі. Әйтпесе әрине мен кез келген уақытта өткізуге дайынмын эфирді, бірақ та оның 5-те өткені мен үшін және сіздер үшін ерекшелеу деп ойлаймын. Жалпы кітап өте жақсы, қыздар. Оны кітап оқу әдетіңіз болмаса, күніне хотя бы бір 5 минуттан бастаңыз. Просто кітапты қолыңызға алып, хотя бы бұлай, егер ол кітап болса әрине, жоқ болса телефонды алып, жаңағыдай хотя бы бір 2 минуттан бастаңызшы. Бір 2 сөйлем оқудан бастаңыз, 3 сөйлем, одан кейін 1 бет, 2 бет, одан кейін 15 минутқа көбейтіңіз. 15 минут примерно 10-20 бет шығады. Енді әркімнің оқу деңгейі әртүрлі ғой, біреу тез оқиды, біреу жай оқиды. Одан кейін лишь бы оқып тастау деген мақсатпен оқымаңыздар. Бүгін 15 минут оқысаңыз да, 5 минут оқысаңыз да, соны түсініп, ішінен керегін блокнотқа жазып, кәдімгідей жақсы мазмұндама жазыңыз. Мазмұн жазғанның арқасында сіз ол ақпаратты әлде қайда жақсы сақтайсыз. Мысалы, мен сіздерге қазір сабақ айтып отырғанымен, мен бәрін кеше оқығанымды қайтадан қайталап, қайтадан тыңдап, бәрін прямо жазып алдым. Өйткені ол қанша сіз бәрін білем дегенмен естен шығып кетеді. Сондықтан блокнот, прям бүгіннен бастап бір әдемі блокнот сатып алыңыз. Соңғы ақшаңыз болса да, күшті өзіңізге ұнайтын блокнот сатып алып, соған прямо мазмұнын жазыңыз. Одан кейін мазмұнын чатқа жіберу өте маңызды. Оның уақытысы 12 мен 1-дің арасы. Ол прямо постоянно бір уақыт, өйткені бір уақыт қоймасаң жайылып кетеді адамдаршы. Біреу бір уақытта тастап, екіншісі түнде тастап, кешке тастап, ешқандай дисциплина болмайды. Сондықтан да сабақ барысында бәріміз бір уақытты сақтанғанымыз негізі дұрыс. Сондықтан да бүгін кітапты оқыдыңыздар ма? 15 минут кешеден бері мысалы тапсырма бердім, или әлі оқымадыңыздар ма? Маған шыныңызды айтыңызшы. Мен енді баға қоятын мұғалім емеспін. Просто өзіңіз үшін оқыдыңыз ба, оқымадыңыз ба, плюс-минус қойып шығамыз. Және өзіңізге есеп беріңіз. Не үшін оқымадым, немесе не үшін оқыдым? Оқыдық па, оқымадық па, қыздар? Бүгін мазмұнын міндетті түрде күтемін. Мазмұнсыз қабылдамаймын. Эфирге кіргізбеуге мүмкіндік бар. Доступ жауып тастауға болады. Сондықтан да сіздердің дамығаныңыз мен үшін жақсы, сіз үшін жақсы. Көрдіңіздер ме, оқымадыңыздар? Оқыдым дейді. Оқысаңыздар, онда мазмұнын жазыңыздар. Қазір эфир біткен кезде ұйықтамаңыздар. Таңертеңгіге қазірге қалдырдым. Жақсы, Мажан ханым. Қазір эфир біткен кезде 7 беттей жақсы, для начала жақсы. Ең бірінші не істейсіздер? Қазір су ішпесеңіздер, суыңызды қайнатып, оны суытқанда жылы жағдайға жеткізіп, суыңызды ішіңіз. Бірден ішіп тастамаңыз, ол кіші дәретпен шығып кетеді. Потихоньку ішеміз. Кітапты оқимыз, одан кейін мазмұнын жазып, жақсы, бастап жатсаңыз да ол жаман емес, жазып 12 мен 1-дің арасында чатқа жібереміз. Оны былай сообщение қылып жіберсеңіз болады, Word документпен жіберсеңіз болады. Бірақ анандай қағазға жазып суретке түсіру деген болмайды, өйткені ол сізді еріншек қылып жібереді. Word документті білмесеңіздер, меңгеріңіздер, өте маңызды, ол өте оңай дүние. Оны Google-ға теріп үйреніп алсаңыздар болады. Play Market-тан Word-ды закачать етіп алсаңыз, как обычно, сообщение қылып жаза бересіздер, сохранить ете саласыз. Одан кейін бүгін сіздерге в течение дня бірнеше видео жіберемін, әртүрлі тақырыптарда. Оны прям до конца қарайсыздар. Одан кейін 21:00-де сабаққа кіреміз. Бәріміз 21:00-де кешке кіремізде мен арнайы видеоларға қатысты сұрақ қоямын. Не түсіндіңіз? Видеоның ішінде болған жағдайға қатысты сұрақ қоямын. Соған жауап беру керек болады. Яғни сіздердің қаншалықты видеоны жақсы түсіндіңіздер, қаншалықты қарадыңыздар, мен соны түсінуім керек. Және сол сағат 21:00-де мен сіздерге осы кітаптың 15 минут оқыған нәрселеріңіздің кішігірім қорытындысын айтамын өзім аудиомен.
Сөйтіп біздің сабағымыз в течение дня солай жалғасады. Түсіндіңіздер деген ойдамын. 12-ден 1-ге дейін мазмұндама жібересіздер. Кешке 21:00-де бәріміз бірдей чатқа кіреміз. Мазмұндамаға мен өзім қорытынды сөз айтамын, одан кейін барып жаңағыдай видеоларға сұрақ қоямын. Және сұрақтарыңыз болса дайындап қойыңыздар. Сол күні кешке 21:00-де мен сіздерге жаңағыдай жауап беруге тырысамын. Онлайн консультация сияқты да бола береді. 21:00 удобно ма? Или 22:00? Қалай қарайсыздар? Мен, в принципе, обычно 21:00-де уже босаймын. Тамақ шайын бәрін беріп, ішіп. 21:00 неудобно болса, желательно спокойно отырайықшы десеңіздер, онда кірейік. Бірақ оған голосовать етіңіздер, 21:00 или 22:00. Оны чатта кейін жазсаңыздар да болады, қазір жазсаңыздар да болады. WhatsApp-қа. Біздің основной сабақтарымыз WhatsApp-та өтеді, үздіксіз даму 2 деген сіздерді кеше қостым ғой. Сол жерге барлық тапсырмаларды, барлық видеоларды мен сол жерге жіберіп отырам. Барлық сабақ основной сол жерде. Тікелей эфир бізде негізі аптасына 1 рет ғана. Яғни мен основной кітапқа сіздерге мотивация беріп, оқуға дейін ынтаңызды беру үшін эфир өткізем. Одан кейінгі эфирлер, олар енді аздап кітапқа арнаймыз, одан кейін барып определенный бір тақырыптарға арнаймын. Мысалға, бала қарым-қатынасына қатысты сұрасаңыздар болады. Тақырыптарды өздеріңіз ұсынсаңыздар болады. Өзімнің бір көптен бері зерттеп жүрген бір тақырыптарым бар, соларды айтып берсем болады. Енді мен в основном сол өмірде керек, көбінесе адамдар маған хат жазатын тақырыптарды қозғаймын. Өйткені менде Инстаграмда өте көп хаттар келеді. Бала тәрбиесіне қатысты айтатындықтан, бала тәрбиесі жайлы және әйел психологиясына байланысты да көп сұрақтар келеді. Соларды саралап, примерно өзімде ізденіп, жақсы тақырыптарды көтеруге тырысамын. Мазмұнын WhatsApp топқа жібересіз ғой, үздіксіз даму 2-ге жібересіз. Сол жерге жібересіз. Бала тәрбиесі өте қажет дейді. Жақсы, бала тәрбиесіне қатысты нәрселерді айтайын. Қазір мен айтпақшы Instagram парақшама өте жақсы пост саламын. Кеше прямо өзім оқып отырып таң қалдым. Сондай нәрселерге ізденіп жүрмін. Генетика, жалпы мына баланың интеллектісінің жоғары болуы анаға байланысты екен. Өйткені X пен әйелде 2X хромосомасы болады ғой, еркектерде ол біреу ғана. Сондықтан да мына ойлау жүйесі, сөйлеу жүйесі, интеллект, соның барлығы көбінесе анадан өтеді екен. Көп фактылар келтірілген. Сол посты қазір бір 10-15 минутта саламын. Қарап көріңіздер өздеріңіз үшін. Негізі мен әрбір жазған постымды қарап оқып жүріңіздер, өйткені ол көп ізденісті талап етеді. Мен түні бойы кейде отырып пост жазатын күндерім болады. 2-3 күн зерттеп барып мынандай кішкентай пост жазатын күндерім болады. Яғни ол үлкен еңбек. Мен үшін мысалға әлеуметтік желі ол кәдімгідей үлкен жауапкершілікті талап ететін жұмыстарымның бірі деп қараймын. Жай ғана бір әлеуметтік желі деп қарамаймын. Ол менің табыс көзім. Сондықтан да мен оған өте қатты үлкен мәнмен қараймын. Сол үшін қарап, қолдап жүріңіздер, өйткені лайк пен коммент жазылмаса мен сообщенияларым көрінбей қалады, адамдарға көрінбей қалады, қанша ізденіс, қанша ақпарат. Сол үшін постоянно лайк бассаңыздар деп жазатыным. Сол жаңағы біреудің жүйкесіне тию емес, менің еңбегімнің бір бағалығы болсыншы деп түсінемін да оны. Қыздар, солай, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі эфир сіздерге ұнады деген үміттемін. Өзіңіз үшін көп нәрсені түсіндіңіз деп ойлаймын. Кітапты оқыңыздар. Бұл кітап шын мәнінде адамның өмірінде болған қиындықтардан туған жақсы бір кеңестер. Өйткені тіпті гриппен ауырған кезде адам өзінің денсаулығының қаншалықты маңызды екенін түсініп жатады. Мұрын пышылдап қалса, көп бір дискомфорт болған кезде адам түсіне бастайды. Сондықтан да соған талпыныңыздар. Сіз бүгін кітап оқымасаңыз, ертең балаңыз кітап оқитынына, кітап оқымайтынына таң қалмаңыз. Өйткені сіз кітап оқымасаңыз, онда балаңыз да кітап оқымайды. Барлықтарыңызға сәттілік, көріскенше. Ал мен сіздерге видео жіберем, сіздер мазмұн жіберіңіздер маған. 12-ден 1-ге дейін. Сәттілік.